Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрлігі, Қарағанды Техникалық университеті 6В07-201 геология және пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мамандығының студенттері үшін пайдалы қазба кен орындарының геология өнеркәсіптік типтері пәні бойынша 3-ші зертханалық жұмыс. Тақырыбы күміс, алюминий, алтын, платиноид, уран кен орындарының өнеркәсіптік түрлері. Техника ғылымының магистрі оқытушы Кенетаева Айгүл Акановна. Берілген жұмыстың мақсаты берілген кен орындағы элементтің геологиялық құрылымын оқып үйрену, берілген өндірістік түрлерінің эталондық көрсеткіштерін, кеннің қосалқы және зиянды компоненттерін айқындау, сипаттауға арналған кен орындарының жоспары. Бірінші, күміс кен орындарының өнеркәсіптік түрлері, екінші, алюминий кен орындарының өнеркәсіптік түрлері, үшінші, алтын кен орынының өнеркәсіптік түрлері, төртінші, платиноид кен орындарының өнеркәсіп түрлері. Қазақстанда пайдалы қазбалар: тас көмір, қоңыр көмір, мұнай, табиғи газ, темір, марганец, хромит, вольфрам, молибден, никель, алюминий, мыс, полиметалл, алтын, асбест, фосфорит, ас тұзы, мирабелит, цемент. Осы біздің Қазақстанның пайдалы қазбалардың бәрі осы біздің қалаларымызда: Орал, Ақтөбе, Қостанай, Петропавл, Көкшетау, Павлодар, Астана, Қарағанды, Шымкент, Риддер қалаларында, Ақтөбе, осы қалаларда бар. Дүние жүзіндегі Қазақстанның пайдалы қазбаларының орны, ең бірінші орында бізде мырыш пен вольфрам барит тұрады. Екінші орында күміс, қорғасын, хромит тұрады. Үшінші орында мыс пен флюорит алады. Төртінші орында молибден алады. Бесінші орында алтыншы орында алтын тұр. Алтын бізде қымбат металдарға жатады. Дүние жүзіндегі Қазақстан алтын қорынан алдыңғы 10 елдің қатарында, 12 елдің қатарына кіреді. АТМД елдері бойынша Ресей мен Өзбекстаннан кейінгі 3-ші орында, жылына 15 тонна өндіріледі алтын. Алтын өндірудің кен орындары бізде Ақбақай, Ақсу, Жолымбет, Бестөбе, Майқайың, Бақыршық. Күміс кенді Алтайда өндіреді. Алтын мен күміс ертеден Қазақстанның шығысы мен солтүстігінде өндіріліп келген. Солтүстікте Ақсу, Машайық, Жусалы, Жақтабыл, Төртқұдық және тағы басқа кен орындары. Шығыста Қалбы, Алтынды ауаны. Алтын оңтүстік Қазақстанда Жоңғар Алатауы мен Шу және Іле тауларында да табылған. Көкшетау жақын жылдары негізінде алтын өндіруді аймаққа айналды. Өндірілетін алтын мөлшерін қазіргі жылына 10-15-тен 100-120 тоннаға дейін арттыруға болады. Алюминий кендерінің ішінде бокситтер ерекше орын алады. Келешегі бар аудандарда Сарыарқаның батысы мен солтүстігі, Торғай, Ойбаты, Сырдария өзенінің бассейні, Каспий маңы және Арал маңы Ойбаты, Аманкелді, Обаған, Жоғарғы Тобыл, Теңіз, Таскөл және Шаған, Мұғажар, Шымкент қаласының маңында кен орындарын атауға болады. Алюминий шикізаты бокситтердің басқа түрлері де барланған. Мынау бізде алюминий өндіру екі кезеңнен тұрады. Ол бірінші кезеңі бокситтен алюминий оксидін алу болса, ол көп мөлшерде су мен жылу қуатын қажет етеді. Сондықтан алюминий оксиді заводы Павлодарда салынған. Павлодар алюминий заводы әлемдегі ең ірі заводтардың бірі. Екінші, қуаты көп қажет ететін кезең алюминий оксидінің
Алюминий алу. Павлодарда Ақсу арзан электр қуатына бағытталып, алюминий заводы салынған. Титан жеңіл, өте берік, жемірілмейтін металл. 10 жыл бойы теңіз суының түбінде жатып, еш өзгеріссіз қалған титан реактивті ұшақтардың двигательдері мен кемелері мен сүңгуір қайықтардың қораптарын жасаумен химиялық құрал жабдықтар жасауға пайдаланылады. Магний мен басқа металдарды, мысалы хром, бериллий тотықсыздандырады. Оның жеңіл әрі берік қорытпаларын зымыран, ұшақ және аспап жасауда қолданады. Магнийді күшті жасанды жарық көзі ретінде фотография мен аспап жасауға, фейерверктер мен бенгаль шамдарын жасау үшін пайдаланады. Алюминийді айттық, мынау бізде платина. Бұл алтыннан да қымбат, ақ түсті. Ескі әлемде платина 16 ғасырдың ортасына дейін белгілі болған жоқ, бірақ өркениеттері Инга және Чипча осы елдердің өндіріп пайдаланған. 16 ғасырдың ортасында платинамен алғаш рет танысқан европалықтар конкистаторлар болды. Ол 1557 жылы шыққан 15 кітаптағы экзотерикалық жаттығулар кітабында әдебиетте бірінші болып платина Скаллигерді атап өтті. Онда ол кардона мен металл ұғымы туралы дауласып, Гондурастан келген белгілі бір зат туралы айтты. Балқыту, бәлкім бұл зат платина болған. 1735 жылы Испан королі платинаны болашақта Испанияға әкелмеу туралы жарлық шығарды. Колумбияда кен орындары қазған кезде оны алтыннан мұқият бөліп алып, патша шенеуніктерінің бақылауымен Платина дел Пинто деген атпен белгілі болған Рио дел Пинтоның Сан-Хуан өзенінің саласы терең жерлеріне батыру бұйырылды. Ал Испанияға әкелінген платинаны ашық және салтанатты түрде теңізге батырып жіберу бұйырылады. Бар корольдық бұйрық 40 жылдан кейін Мадрид билігі алтын мен күміс монеталарды өздері жасау үшін Испанияға платина жеткізуге бұйрық бергенде жойылады. 1820 жылы Европаға 3 тоннадан 7 тоннаға дейін платина жеткізілді. Мұнда алтынды ең ауыр металл деп санайтын алхимиктер оны кездестірді. Ерекше тығыз платина алтыннан ауыр болып шықты. Сондықтан алхимиктермен жарамсыз металл деп санап, оған басқаша қасиеттер берді. Платина біраз қолдануы кейіннен Францияда тапты. Ол кезде метрдің эталоны одан жасалынған. Кейіннен килограммның эталоны пайда болды. Кендерді Оралда, Сібірде, Оңтүстік Америкада, Оңтүстік Африкада, уран рудасының ең ірі кен орындарында еліміздің 6 өңірінде шоғырланған. 7 ірі кен орны бар. Ол Мыңқұдық, Мойынқұм, Қанжуған, Жалпақ, Заречное, Буденновское, Инкай. Ал солтүстік Қазақстан облысында Қамысты, Семізбай, Викторовская және Грачевская сынды кен орындары бар. Қызылорда облысында солтүстік Харасан, Еркөл және оңтүстік Қарамұрын кен орындарынан уран алынады. Алматы өңірінде Сушоқы және Қалжат, Маңғыстауда Меловое, Ақмола өңірінде Заозерное кен орындары уранның ең ірі көзі болып саналады. Ашық дерек көздерінен алынған мәлімет бойынша елімізде барланған уран қоры 470 мың тоннаға жетеді. Қазақстан уран қоры жағынан Қазақстан дүние жүзінде 2-ші орында тұр. Ал ТМД елдері бойынша ең қуатты уран минералдық базасы бар елдер қатарында. Уран өндірудің дүние жүзі бойынша 1-ші орындамыз. Жылына 17.800 тонна уран өндіріледі.
Уран кендерінің түрлері ол монометалды уранды және комплексті торий, алтын, мыс, ванадий, молибден, апатит, молибден, уран және тағы басқа. Кен орындарының өнеркәсіптік түрлері уранның. Бірінші ол эндогенді. Эндогенді болғандықтан ол ірі кесектерде активтендірілген қалқандар натрлі метасоматитпен. Ірі кесектегі алтын активтендірілген қалқандағы карбонатты метасоматитпен. Докембрийлі метаморфтық жыныстарда уранды штукверктер, жилалы және жила типті уранды монометалды, бес металды уран полиметалды болып келеді. Экзогенді пласты және пласт түрлері шөгінді жыныстарда, орегенді облыстарда, шұңқырларда, ірі ұсақ кесекті жыныстарда, құмтастардағы инфильтрационды кешендерде уран битумды, құрамында көміртегі мен формациялы урандар бар, карбонатты жыныстарда урандар, құрамында ураны көп фосфориттер, балықтардың сүйек қалдықтарынан сирек металды урандардан сазбалшықта сипаттауға арналған кен орындары безымянные шинкалар. Бақылау сұрақтарына келетін болсақ, алюминийдің гипогенді минералдарын көрсетіңіз. Екінші сұрақ, бокситті кен орындарында әртүрлі өнеркәсіпті типтердің қандай көрсеткіші бөлінеді? Үшінші сұрақ, құрамында алтыны бар кендердің негізгі бөлуіне не тиісті? Төртінші сұрақ, алтын кен орындарындағы дайкалардың рөлі қандай? Бесінші сұрақ, құрамында алтын бар кендердің алтынды бөліп шығарар кезде проблемалар туындай ма? Платиноид кен орындарының құрылу кезіндегі ең маңызды үш кезеңді атаңыз. Қандай қосылыстар платиноид пен кен орындарының құрамына кіреді? Уран кен орындарының өнеркәсіптік типтерді жазыңыз. Уран кен орындарының қалыптасуындағы магматизмні атқаратын рөлі қандай? Уран кендерді кешендеу, қолдану неде болады? Пайдаланған әдебиеттер назарларыңызға рахмет.